Қазақстанда дін муфтият арқылы, теологтар арқылы насихатталу керек. Сонда ғана тәртіп болады, сонда ғана елімізде бейбітшілік, тыныштық болады. Қазақ халқы өзі сонау 1000 жылдан бері исламнан ұстанып келе жатыр. Бірақ біздің менталитетіміз бар, біздің ұлттық болмысымыз бар. Ханафи мазхабы, Матурidi ақидасы 1000 жылдан бері біздің ата-бабамыз осыны ұстанып келе жатыр. Өйткені Абу Ханифа бұл кісі исламның алғашқы ғасырында 80-ші жылы хижри дүниеге келіп, 150-ші жылы дүниеден өткен. Абу Ханифа өз көзімен бірнеше сахабаны көріп кеткен кісі. Сахабалардан тікелей пайғамбарымыздың хадистерін естіген адам. Бүкіл әлем мойындаған кісі. Ең атақты, ең мықты салафтардың бірі Абу Ханифа. Сол Абу Ханифаның мәзһабын, сол кісінің салып кеткен сара жолын, мектебін біздің Қазақстанның муфтияты да, Қазақстан мұсылмандары да сол жолды ұстанып келе жатыр. Алла Тағала Құранда айтады, ғалымдарға бағыттап, егер де бір жерде, бір елде, мысалы, сіздер патуа шығаратын болсаңыздар, бір шариғи шешім шығаратын болсаңыздар, сол елдің ғұрфына, яғни ғұрф деген арабтың сөзі, әдет ғұрфына қараңдар дейді. Адамдар басқа ағымдарға неге кетіп қалады мысалы? Оның кетіп қалатын себебі надандық. Ахмад ибн Хамбал кезінде айтады, егерде кімде дейді бір хадисті оқып алып, ғалымдардың пікіріне қарамай, ғалымдардың пікірін сұрамай, сол хадиске бірден амал қылатын болса, ол адам адасып кетеді деген. Ғалымдардың пікірі қайда бар? Оның барлығы тек оқу орындарында, медреселерде, жоғары мысалы ислам университеттерінде, сол жерде соның бәрін түсіндіріп айтып береді.